Сәлем достар, менің есімім Ахмет Саят, мен интернет-маркетологпын. Жалпылама айтқанда, интернетке жарнама жасау арқылы клиент тауып беруші адаммын. Бүгін сіздермен бірге осы 42.500 теңгеге өтініш беруші арасында ең көп кездесетін 3 отказ жайлы ақпарат беретін боламын. Бұл ақпаратты алмастан бұрын сіздерден бір ғана өтінішім бар. Дәл қазір төмендегі подписация батырмасын басып, менің YouTube каналыма тіркеліп алсаңыздар. Себебі 42.500 теңгеден бөлек бұл YouTube каналда мен қалай интернетке жарнама жасау керек, қалай клиент табу керек, жалпылама айтқанда маркетинг жайлы пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан да YouTube каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал енді өзіміздің видеомызға оралатын болсақ, ең бірінші көп кездесетін отказ түрі ол потеря дохода не подтверждена деген отказ болып табылады. Осы отказ келген жағдайда сіздер не істеуіңіз керек? Сіздер мемлекетке өзіңіздің потеря доход, яғни айтқанда кірісіңізден айырылғаныңыз жайлы ақпарат беруіңіз керек, документ тапсыруыңыз керек. Ал компанияда ол документті қайдан аламын дейтін болсаңыз, өзіңіздің бұрынғы істеген карантинге дейін істеген компанияңызға барып сұрайсыз. Яғни айтқанда, мені ақысыз демалысқа жібердіңіздер, сол жайлы ақпарат документ беріңіздер дейсіздер. Сол документті сіздерге береді. Берген кезде сол документті сіздер фотоға түсіріп, осы 42500 @embek.kz почтасына жіберетін боласыздар. Соны жіберген кезде сіздерге назначение береді 42.500 теңгені алу үшін. Ал енді потеря доходты доказать ете алмаған жағдайда, онда сіздер бұл 42.500 теңгені ала алмайсыздар. Ал екінші сұраққа келетін болсақ, екінші сұрақ ол получателем выплат и пособий деп келеді. Бұндай отказ түрі көбінесе көпбалалы ана мен 1 жасқа дейінгі баласы бар анаға келеді. Бұндай отказ түрінде сіздер ештеңе істей алмайсыздар. Себебі мемлекеттен сіздер итакта пособие алғандықтан мемлекет бұндай адамдарға мүмкіндік болатын болса 42.500 теңгені бермеуі мүмкін. Нақтылап айтқанда, осы нақтап келгенде бұның жауабы әлі де белгісіз. Себебі еңбек және ғылым министрлігі бұл пособие алатын жандар ала ма жоқ па әлі де толықтай ақпарат берген жоқ. Сондықтан да бұған толықтай ақпарат жоқ, бірақ тағы да отказ, тағы да заявка беріп көріңіз, мүмкін мемлекеттің ошибкасы болар, сіздерге 42.500 теңге қайтадан назначение беріп қалуы мүмкін. Сондықтан да тағы бір рет өтініш беріп көріңіз. Ал үшінші ең көп кездесетін отказ түрі бұл дубликатный заявка. Дубликатный заявка отказ түрі келген жағдайда сіздер тек қана күтуіңіз қажет. Себебі не үшін? Себебі сіздер бір заявканы бердіңіздер, өтінішті бердіңіздер. Өтініш берген кезде сіздерге мемлекет әлде қарастырып жатады. Сіздер болсаңызда отказ келмей жатып, тек қана статустан ғана отказ дегенді көріп, сіздер қайтадан заявка бергенсіздер. Сондықтан да мемлекет әлі сіздің ісіңізді, әлі өтінішіңізді қарастырып жатыр. Сондықтан да тек қана күтіңіз. Дубликатный заявка болса, сізде тағы да өтініш берудің қажет жоқ. Егер сіз дубликатный заявкаға душар болмасаңыз, сізге SMS арқылы мемлекеттің отказы келген жағдайда ғана екінші рет заявка беріңіз, өтінішті беріңіз. Ал ол SMS келмей тұрып өтінішті беретін болсаңыз, сіздерге осы дубликатный заявка деген отказ түрі келетін болады. Осы видеоны өтініш сіздер бүкіл жақын туыстарыңызға таратыңыздар. Себебі дәл қазір уақытта 6 миллионның 3 миллионы осындай отказ түріне душар болған. Сондықтан дәл қазір поделиться батырмасын басып өзіңіздің кем 2 WhatsApp чатыңызға бөлісіңізші. Сол арқылы өзіңіздің халқыңызға, өзіңіздің таныстарыңызға осы ең көп кездесетін 3 отказ түрі жайлы ақпарат алсын. Сіздермен болған мен Саят Ахмет, менімен болғандарыңызға рахмет. Төменде подписация батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Лайк қоюды ұмытпаңыздар. Жақсы, аман сау, саламатта болыңыздар.